Сәлем достар, бүгін біз Филадельфияның қылмыстық әлемдегі ең ықпалды және ең қауіпті ұйымдарының бірі болған қара мафия туралы айтып береміз. Бұл ұйым 1960-1970 жылдары қаланың қылмыстық тарихында өшпес із қалдырды. Олардың қатыгездігі мен ұйымдасқан қылмыстық әрекеттері тек Филадельфияда ғана емес, бүкіл елде талқыланды. Бұл видео арқылы біз қара мафияның құрылуынан бастап, олардың шарықтаушылығына, содан кейін құлдырауына дейінгі жолды зерттейміз. Қара мафияның пайда болу уақыты. Бұл ақш-тағы әлеуметтік және саяси шиеленісудің уақыты болды. 1960 жылдары азаматтық құқықтар қозғалысы қарқын алды, ал афроамерикандықтар өз құқықтарын қорғау үшін күресіп жатқан еді. Сол кездегі Филадельфия өнеркәсіптік қала, бірақ көптеген тұрғындары, әсіресе афроамерикандықтар, жұмыссыздық, кедейшілік және әлеуметтік теңсіздікке ұшырады. Бұл жағдай қылмыстық топтардың пайда болуына ықпал етті. Филадельфияда түрлі қылмыстық ұйымдар жұмыс істеді, бірақ солардың ішінде қара мафия өздерінің қатыгездігімен және ұйымшылдығымен ерекше орын алды. Олар қылмыстық әлемдегі ақ нәсілді және латын америкалық топтармен бақталасып, өз ықпалын арттыра түсті. Қара мафия ресми түрде 1968 жылы құрылды. Оның негізін салушылардың бірі Самуэль Бай Ричи Кристиан болды. Бай Ричи көшедегі қатал өмірден шыққан, өмірден көргені, түйгені көп адам еді. Ол ақылды, бірақ қатыгез және кекшіл басшы болатын. Кристианның басты мақсаты есірткі саудасы, заңсыз бизнесті бақылауға алып, қаланың қылмыстық әлемде үстемдік құру болды. Қара мафия жоғарыдан төменге қарай ұйымдасқан құрылымда болды. Көшбасшылар Бай Ричи сияқты адамдар ең жоғарғы деңгейде, ал орта деңгейде олардың сенімді серіктері болды. Мүшелердің барлығы қатаң тәртіпке бағынды, ал ұйымға қосылу үшін адалдық пен тәртіп сақталу міндетті болды. Мүшелерге сатқындық жасау қатаң жазаланатын, ал егер біреу ұйымға опасыздық жасаса, оның өмірі қауіпке ұшырайтын. Ұйым ішінде сенім өте маңызды болатын. Қара мафияның басшылары өз мүшелерінің барлығына толық сенуді талап етті. Олар арнайы кодекстер мен ережелерге бағынды, ал бұл ережелер сатқындықты болдырмау үшін құрылды. Сондай-ақ мүшелер арасында ішкі қауіпсіздік жүйелері орнатылып, біреудің сатқындық жасайтынын ертерек анықтау үшін арнайы адамдар тағайындалды. Қара мафияның негізгі табыс көзі есірткі саудасы болды. Олар героин, кокаин және марихуана саудасымен айналысты. Ұйым қаланың есірткі нарығын толық бақылауға алды. Олар қаланың көптеген аудандарында есірткі таратушыларын орнатты және осылайша үлкен пайда тапты. Басқа есірткі топтармен қақтығыстар жиі орын алатын. Қара мафия өз нарығын қорғау үшін күш қолданудан тартынбайтын. Есірткі саудасынан бөлек қара мафия рекетпен де айналысатын. Олар қара нәсілді кәсіпкерлерге қысым көрсетіп, олардың бизнесінен ақша талап етті. Олардың бақылауында көптеген заңсыз ойындары мен құмар ойындары болды. Кәсіпкерлер төлем жасаудан бас тартса, ұйым оларды қатаң жазалайтын. Кейде бұл жазалау кісі өлімімен аяқталатын. Қара мафияның қылмыстық әрекеттері тек есірткі және рекетпен шектелмеді. Олар өздерінің қарсыластарына қарсы қатал шаралар қолданды. Кісі өлтіру, азаптау, түрлі қастандықтар олардың күнделікті әрекеттеріне айналған. 1970 жылы орын алған Дубров үйіндегі атышулы кісі өлтіру ісі қара мафияның қатыгездігін айқын көрсетті. Бұл қылмыстық әрекет көптеген адамдардың өмірін қиып, Филадельфиядағы қылмыстық ахуалды одан әрі нашарлатты. Қара мафия тек кәсіпкерлерді ғана емес, сонымен қатар қалалық билік пен полицияны да қорқытты. Олардың кейбір мүшелері полициямен сыбайлас жемқорлыққа түскен, ал бұл оларға ұзақ уақыт бойы құқық қорғау органдарынан қашып жүруге мүмкіндік берді. Ұйымның әрекеттері тым қатал болғандықтан, құқық қорғау органдары оларға қарсы күресті бастады. 1970 жылдардың басында полиция мен федералды агенттер ұйымдастырылған қылмыстық топтарға қарсы арнайы операцияларды жүргізе бастады. Алдымен полиция көптеген кедергілерге тап болды. Өйткені қара мафияның мүшелері өздерін өте сақ ұстайтын және олардың арасындағы сенім жүйесі мықты болды. Бірақ уақыт өте келе, ұйымның ішінде қақтығыстар пайда бола бастады. Кейбір мүшелер басшылыққа қарсы шықты, немесе сатқындық жасап, полицияға ақпарат бере бастады.
бұл ұйымның әлсіреуіне алып келді. Полиция сатқындардың берген мәліметтері арқылы ұйымның ішкі құрылымы мен әрекеттерді анықтап, негізгі мүшелерін ұстауға мүмкіндік алды. Көптеген қара мафия мүшелері ұсталды және ауыр қылмыстар үшін айыпталды. Олардың ішінде көшбасшылары да болды. Соның ішінде Бай Ричи Кристиан. Ұзаққа созылған сот процесі нәтижесінде көптеген мүшелер өмір бойына бас бостандығынан айырылды немесе өлім жазасына кесілді. Қара мафияның тарихы тек Филадельфияда ғана емес, бүкіл ақш-тағы ұйымдасқан қылмыстың бір үлгісі болып табылды. Олар өздерінің зорлық-зомбылығы мен қылмыстық әрекеттерімен танылды, және бұл оқиғалар қылмыстық ұйымдардың қоғамға қаншалықты терең әсер еткенін көрсетті. Ұйымның құлауы қылмыстық топтардың заңды жүйе алдында қалай жеңіліске ұшырайтынын көрсетеді. Бірақ соған қарамастан, қара мафияның қалдырған ізі ұзақ уақыт бойы сақталды. Олардың қатыгездігі мен заңсыз әрекеттері ел есінде мәңгі қалды. Осы видеоға лайк басып, біздің каналға жазылыңыз. Келесі видеоларда тағы да қызықты тақырыптарды талқылаймыз.